Жүктілік өте күрделі және нәзік процесс. Сондықтан оны білу өте қажет. Сәлем болашақ аналар. Мен сіздермен бүгін жүктіліктің 5-ші аптасын айтатын боламын. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. 5-ші аптада әйел өзінің аяғы ауыр екенін толықтай сезінеді. Оның бірінші белгісі етеккірдің тоқталуы, сонымен қатар әлсіздік, күйзелістік пен организмдегі гормоналды қайта өзгерістердің пайда болуы. Қарапайым тест әдістерімен жүктілікті дәл анықтау осы кезде қиындау. ХГЧ деңгейі қанта тымас. Жүктіліктің белгілері: ертеңгілік жүрек айну, яғни таңғы жүрек айну, кеуде тұсының өзгерісі, ішінің төмен тартып ауруы, иісті сезінудің тым жоғарылығы, әлсіздік, күйдің нашарлығы, ұйқы қанбаушылық, түрлі гормоналды эмоциялық күйзелістер. Бұл белгілер әр әйелде әртүрлі жағдаймен түрлі деңгейде көрініс береді. Әр организмнің өзіндік ерекшелігіне сай болып келеді. Кейбір әйелдер ештеңені сезінбейді және оларда бұл жағдай қалыпты, ай-күйі үлкен болса да. Енді жүктіліктің 5-ші аптасындағы нәрестенің өзгерістері. Ұрықтың өлшемі әлі аз, бар жоғы 2 мм, салмағы 3-5 грамм. Дегенмен де УЗИда бұл анық көрінеді. Бұл кезде баланың ішкі органдары қалыптаса бастайды. Олар тыныс жолдары, нерв жүйелерінің бастағы мимен байланысы талшықтар, қан тамырлары қалыптасады. Сыртынан қарағанда баланың іші, аяқтары, қолы, басы кіші болса да көрінеді. Болашақ ана осы кезде белсенді спортпен айналысуды доғару қажет. Ауыр көтермеу керек, өйткені түсік тастау бұл кезде де сақталады. Нерв жүйелерінің дұрыс қалыптасу үшін дәрігер витаминдер жазып беру қажет. Жүктіліктің 5-ші аптасында көкөністерге, шырынға және көк шөпке бай тағамдар, сүтті тағамдар жиі қабылдау керек және сонымен қатар клетчаткаға бай болу керек. Алма, бұршақ тұқымдастар, брокколи, қызанақ, құрғақ жемістер секілді басқа да көкөніс жемістерді пайдалану қажет. Клетчатқа бөлек тағамды қоспа ретінде де сақталады. Соны айранға қосып ішуге де болады. Йогурт, коктейль секілді барлық сусындарды ішсе де болады. Күн сайын жеткілікті мөлшерде су ішу керек. Таңертең күнді жылы сумен бастау керек. Міндетті түрде қозғалыс керек. Жүру, жүгіру, жаттығулар, серуендеу барлығын жасау керек. Жүктіліктің алғашқы апталарында дәрумендер қабылдау қажет. Олар фолий қышқылы, эдомарин, витамин Е, эдофол, фимибион секілді түрлі дәрілерді қабылдауға болады. Фолий қышқылы тәулігіне 4 мг, яғни сіз 1 мг алсаңыз, 2 таблеткадан күніне 2 рет 28-ші аптаға дейін ішесіз. Егер сіз 5 мг фолий қышқылын алсаңыз, 1 таблеткадан күніне 1 рет 28-ші аптаға дейін ішесіз. Эдомарин 100 мг, яғни 1 таблетка 1 рет 1 ай. Витамин Е 1 таблетка 1 рет 1 ай ғана ішесіз. Сонымен қатар эдофол, фимибион да дәл солай секілді. Фирмасында және құрамында кішкене ерекшеліктер болады. Болашақ аналар, өздеріңізді күтіңіздер. Жүктілік өте күшті физиологиялық процесс. Келесі видео 6-ші апта болмақ, яғни жүктіліктің 6-ші аптасы. Сіздермен болған доктор Нұрлаева. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпайық. Және өзіңізбен қатар жас ана келіншектерге бөлісуді ұмытпаңыз.